Уақыт осыдан 365 миллион жыл бұрын Девон кезеңі. Бұл кезеңді ғылымда балықтар дәуірі деп атайды. Мұхиттарда тіршілік қайта қайнап, жер тарихындағы ең қорқынышты жыртқыштардың бірі басы қалың сүйекпен қапталған алып балық дунклеостей билік құрып тұрды. Бірақ бұл жолғы жаппай қырылудың себебі метеоритте, жанартауда емес еді. Бұл жолғы ақырзаманды өсімдіктер жасады. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Кәдімгі бізге оттегі беретін жасыл ағаштар. Бұл қалайша болды? Девон кезеңінде эволюция құрлыққа шығып, жер бетінде алғаш рет үлкен ормандар пайда болды. Бұрын топырақ тек тастар мен құмнан тұрса, енді алып ағаштардың тамырлары тастарды бұзып тереңге бойлады. Бұл тамырлар тастардың құрамындағы фосфор мен азот сияқты минералдарды сыртқа шығарды. Жаңбыр жауған сайын бұл миллиардтаған тонна минералдар мен қоректік заттар өзендер арқылы мұхитқа құйыла бастады. Суға шамадан тыс қоректік заттар түскендіктен мұхит бетіндегі микроскопиялық балдырлар ес-түссіз бақылаусыз көбейіп кетті. Бұл процесс эвтрофикация деп аталады. Судың бетін балдыр жапқан соң түпке күн сәулесі түспей қалды. Ең қорқыныштысы, балдырлар шіріген кезде судағы барлық оттегіні сорып алды. Мұхиттарда өлі аймақтар пайда болды. Ол жерде су оттегісіз, тек күкіртті сутекке толы улы сорпаға айналды. Алып балықтар, маржандар және миллиондаған теңіз жәндіктері сөзбе-сөз тұншығып өлді. Алып дунклеостай де осы тұншығудың құрбаны болды. Өсімдіктер жерге өмір сыйлап жатып, мұхиттағы тіршілікті байқаусыз қырып жіберді.